Сонда Ибрахим алейхиссалам Меккеде жаңағы Хажар мен Исмаилды алып келген кезі сонда дұға тілейді. Ва мен зуррияти, Раббым, сондай-ақ менің ұрпағымнан да қылшы имамдарды деп. Яғни әр буында мен дүниеден озғаннан кейін, әр буында менің ұрпағым тарап атқанда, әр буында осындай адам болсыншы, сол өз замандағы адамдарға жетекшілік қылатын, осы жолды ұстануда, осы аманатыңды көтеруде деген. Міне сол Ибрахим алейхиссалам Хажар анамызды Алла Тағаланың бұйрығымен Исмаил кішкентай әлі анасының сүтін еміп жүрген сәби осы жаққа Алла Тағала бұйырады. Меккеге апарасың. Меккеге апарасың да қалдырасың. Сөйтіп Құддыс тарапына кетесің қайтадан келесі жұмыстарға. Қарап тұрсаңыз